жаман. Сендерді көрсем, көңіл күйім бұзылады. Бұның бәрі Бубудың кінәсі болар. Сендермен сөйлесетін уақытым жоқ. Тез жиналып, Қазақстанға барыңдар. Кішірейткішті ұмытпаңдар. Дәуекеңнің тағы да көңіл күйі жоқ қой. Бер сенің кесірін. Кеттік. Міне, үйге де келдік. Саяхатымыз өте қызық болды. Біз қаншама құнды жәдігерлермен әсем ғимараттарды құтқардық. Я, керемет саяхат болды. Енді демалуға да болады. Жүр, бассейнге барайық. Барсақ барайық. О, Настя, сәлем. Сәлем, Настя. Жағдайың қалай? Сәлем, достар. Рахмет. Менде бәрі жақсы. Мен жаңа ғана Байкал көлінен келдім. Байкал көлін мен суреттен көргем. Өте әдемі көл. Біздің елімізде Балқаш деген көл бар. Ол да өте әдемі. Рас па? Қандай керемет. Настя, сен Балқашты көруің керек. Ондай көл еш жерде жоқ. Ғажап. Онда мені Балқашқа ертіп апарыңдаршы. Әрине апарамыз. Кел, біз сені күтеміз. Алақай, рахмет. Мен қазір жетемін. Біз сені әуежайда күтеміз. Солтүстікте жатыр тасы көнені, оңтүстікте сирек аңды көресің. Батыста мол ескерткіш даланың, қиырдағы қала жатыр мәңгі ұйқыға бөленіп. Күндерде мол ғой қызық бараны, қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Күндерде мол ғой қызық бараны, қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Міне, Қазақстанға да жеттік. Қазір ұрлықты бастаймыз. Тыныш, естіп қояр. Қара, анау Елдос пен Аяжан емес пе? Тесті қыл, олар бізді көрмеу керек. Әйтпесе тағы да сонымызға түседі. Бе, олар бізді көрген жоқ. Бе, олар бізді ұстай алмайды. Сәлем. Келуіңмен, Настя. Қазақстанға қош келдің, Настя. Рахмет, шақырғандарың жақсы болды. Қазақстан өте байтақ ел екен. Балқашта саған ұнайтын болады. Біз саған елімізді аралатып, небір тамашаларды көрсетеміз. Керемет, қуанышымда шек жоқ. Біздің еліміз кең байтақ. Жер көлемі жағынан дүние жүзі мемлекеттері арасында 9-шы орында тұр. Елімізде 14 облыс, 86 қала бар. Жеріміздің көп бөлігі жазық, үстіртті болып келеді. Жалпы Қазақстанда 48 мың көл бар. Оның ең ірілері Каспий, Арал, Балқаш көлдері. Керемет екен. Балқашты айтсаңшы. Кеттік онда тезірек, Балқашқа барайық. Мынау қандай үлкен еді. Кішіреткішім қайда кетті? Бубу, сен не істейін деп жатырсың? Қара, мына жердің құны керемет екен. Кел, екеуміз зәулім сарай тұрғызайық. Ақымақ, үсті басың құм-құм болып отырысың не мынау? Балқашты ал, кеттік. Шіркін, мына жерде жүгіріп ойнап
жасақ қой. Жарайдық, кеттік. Өй, мынау не? Көл қайда кеткен? Жоқ, бұл мүмкін емес. Мүмкін біз адасып кеткен болармыз. Ары қарай жүріп көрейік. Елтоз, планшетпен тексерші. Біз дәл сол жердеміз. Балқаш көлі осы арада болу керек. Ал мұнда құм ғана жатыр. Көл жағасы құмды болады емес пе? Мына іздер бұлай кетіпті. Өй, бұл ұрылардың ізі ғой. Көлді ұрлап кетіпті. Ой, енді не істейміз? Ұрыларды ұстап, көлді қайтарып әкелуіміз керек. Настя, бізді осында күт. Жарайды, абай болыңдар, достар. Дөке, тапсырма орындалды. Балқашты сізге әкеле жатырмыз. Иә, қуана берсеңіз болады. Енді Балқашқа шомылып, балық аулап жатасыз. Көп сөйлемей, көлді менің аралыма жеткізіңдер. Сосын көреміз. Дөке, уайымдамаңыз, жеткіземіз. Ой, жеткізе аламыз ба? Бізді қуып келеді. О! Олар қашып кетті. Енді не істейміз? Жоқ, балқашты қайтаруға міндеттіміз. Тоқтаңдар, балқашты қайтарыңдар. Ұрылар, ол біздікі. Сіздікі емес, біздікі. Алақай, біз жеңдік. Балқаш көлі осы. Біздің мақтанышымыз. Керемет! Қандай әдемі көл. Оның түсі әртүрлі. Бір жағы сарғыш сұр. Ол жердің суы тұщы. Ішуге де жарайды. Ал екінші жағы күрең көк түсті. Суы тұзды. Көл біреу, ал суы әртүрлі. Таңғаларлық екен. Сондықтан Балқаш ерекше көл саналады. Мұндай көл еш жерде жоқ. Қараңдар, ана жағалауда құстар қандай көп. Я, Балқаштың жағалауында сан алуан құстар көп ақ. Олардың ішінде қызыл кітапқа енгендері де бар. Бұл жерден бір қазанды, ақ қуды, қырғауылды, ақ құтанды, үлкен жыртқыш құстарды көруге болады. Ғажап! Біздің еліміз Балқашты сақтап қалу жолында көп күш жұмсауда. Иә, біз Балқаштың әрдайым осылай көк аспандай мөлдіреп жатқанын қалаймыз. Достар, сендерге рахмет. Саяхат өте қызықты болды. Енді мен Қазақстан туралы барлық достарыма мақтана айтамын.
келіп тұр. Настя, біздің достарымызға есігіміз ашық. Ал біз саған Байкал көлін көруге барамыз. Келісті.